Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сұйықтың беткі қабатының қасиеттерін ары қарай жалғастырамыз. Яғни бүгінгі тақырыпта біз сіздермен жұғу және капиллярлық құбылыстармен танысатын боламыз. Алдымен біз өткен сабақта сұйықтың беттік қасиетін сипаттаған кезінде беттік керілу коэффициенті туралы тоқталғанбыз. Енді сол беттік керілу коэффициентін тағы да қарастырып көрейік жалғастырып. Мысалға мынандай бір жағдайды алайық. Егер сіз бұл тәжірибені үйден де жасап көрсеңіз болады, бір осындай формада иілген темірдің жіңішке сымын алып, осыған мынандай жылжымалы темір сымын өткізіңіз. Яғни мына жері сізде қатты байланбау керек, яғни емен-еркін асты-үстіге қозғалып тұра алатындай болып. Осыны қандай да бір сабынның көпіршігіне батырып алсаңыз, сізге бастапта мына бөлікте белгілі бір сабынның жұқа қабаты пайда болады. Ал кішкентай уақыттан кейін ол қабаттың, яғни беттік керілу күшінің әсерінен, яғни ауаға шыққан мезеттен көп өтпей-ақ, оның белгілі бір дельта S ауданға дейін қысқарғанын байқаймыз. Енді осы барыста жасалынған жұмысты есептеп көрейік. Яғни бұл жерде қарап отырсақ, мынау жұқа қабаты көпіршіктің, яғни арғы беті және бергі беті жағынан екі бетінен де жаңағы атмосфералық қысымның қысым күшіне ұшырап тұр. Яғни беттік керілу коэффициенті екі жақ бетінде пайда болып, сол жаңағы сырттағы атмосфералық қысыммен теңесіп тұрғанда ол көпіршік жарылмай тұрады. Яғни екі бетінің пайда болған керілу күші бұл жерде сыртқы күшке тең болып тұр деген сөз. Нәтижесінде, яғни осы жағдай болғанда көпіршік өзінің сол көлемін сақтай алады деген сөз. Енді біз осы жерде атқарылған жұмысты есептейтін болсақ, яғни жұмыс дегеніміз күшпен сол күштің бағытындағы ауыстырған орын ауыстыруға тең. Яғни осы керілу күшінің әсерінен мына жерге қосылып тұрған сымымыз, жіңішке сым, ол яғни бір аш қашықтыққа не істеп өтті, жүріп өтті деген сөз. Демек, бұл кездегі жұмысты табатын болсақ, А-мыз тең болады, яғни FK екі еселеніп тұр бұл жерде, арғы және бергі бетінен. Солай ғой. Енді көбейтеміз, бұнымен нені? Ашты. Сонда біздің жұмысымыз шығады. Енді өткен сабақта біз беттік керілу коэффициентін айтқан кезінде, яғни беттік керілу коэффициенті дегеніміз мынау ненің, яғни мына FK керілу күшінің ол түсірілген сызықтың ұзындығына қатынасы болатын. Яғни бұл жерде бұл сызықтың ұзындығы бізде мына L сымның ұзындығы болып тұр. Енді осы бойынша FK-ны табатын болсақ, FK-мыз сонда сигма мен ненің көбейтіндісі? L-дің көбейтіндісі деген сөз. Енді орнына қояйық. Яғни А-мыз тең болады, екі еселенген, сонда F-тің орнына сигма көбейтілген L көбейтеміз неге? H-қа. Енді қарайтын болсақ, мына L дегеніміз мына жерде бір тік төртбұрыш аудан пайда болып тұр бізде жиналған. Сол кезде қарасақ, L дегеніміз ұзындығы, H дегеніміз оның ені сияқты болып тұр. Яғни мынау L көбейтілген H деп тұрғанымыз бізде нені береді? Дельта S береді. Сонда бұнымыз тең болады, яғни ары қарай сигманы қалдырайық, екі еселенген сигманы L мен H-тың көбейтіндісін дельта S деп қарастырайық. Енді осы жерде қарастырсақ, яғни мына жаңағы біздің жұқа көпіршіктің қабатының үстіңгі беті дельта S-ке жылжыса, тура соған сәйкес оның астыңғы бет ауданында дельта S-ке не істейді? Жылжиды деген сөз. Сондықтан мына екі еселенген дельта S-ті, яғни екі еселенген дельта S-ті бір үлкен дельта S деген аудан деп алайық. Яғни ас үстінен бірде жылжыған ауданы. Сол кезде біз А-мыз неге тең болды? Яғни А-мыз тең болды. Сонда екі дельта S-ті үлкен дельта S деп алсақ, онда А-мыз тең болады. Сигма көбейтілген не болып тұр? Дельта үлкен S. Осы жерден сигманы табатын болсақ, А бөлінген не болады? Дельта үлкен S. Яғни екі беті бойынша қысқарған ауданның жаңағы қатынасы болып тұр. Жұмыстың сол ауданға қатынасы болып тұр. Бұдан нені көруге болады? Өткен тақырыпта біз сіздерге айттық, яғни беттік керілу коэффициенті дегеніміз мынау беттік керілу күшінің ол түсірілген сызықтың өлшеміне қандай екен? Қатынасы болатын сызықтық өлшемге. Енді қарасақ, бұл жерде сигманың өлшем бірлігі бізде ньютон бөлінген не болып тұр? Метр болып тұр. Ал мына жерде қарасақ, сигмамыз джоуль бөлінген не болып тұр? Яғни S-тің ауданы метр квадрат. Яғни
сигмамызда тағы бір өлшем бірлік пайда болды. Ол бізде 1 джоул бөлінген не болып тұр? Метр квадрат. Яғни сонда сигманың бізде тағы бір мағынасы бар болды. Яғни бұл тек қана жаңағы беттік керілу коэффициенті ол күштік сипаттамасы болып қалмастан, ол сонымен қатар, яғни ауданы бірлік ауданға кішірейген кезінде, яғни бірлік дегеніміз 1 метр квадрат қой, сондай ауданға кішірейген кезіндегі атқарылған жұмысты да сипаттайды екен. Яғни бізде күштік қан емес, ол энергетикалық балама да бола алады екен. Енді келесі тақырыбымыз бізде жұғу. Яғни бұны қалай қарастырамыз? Мысалы біз мынандай ұғымды құбылысты немесе жиі байқаймыз. Мысалға мынандай жіңішке түтіктің ішіне су құйып қойсақ, яғни түтікше деп ойлайық, жіңішке. Осының ішіне су құйып қойсақ, ол кезде біз мынандай көріністі байқаймыз. Су құйып қойсақ. Яғни келесі екіншісі біз сынап құйып қойсақ, яғни мына екіншідей дөңес болған бетті байқайды екенбіз сұйықтықтың. Бұл ненің салдарынан? Енді соны түсіндірейік. Яғни мына жерде, яғни ыдыстың қабырғасы қатты зат, оны құрайтын өзінің бір молекулалары бар. Ал сонымен қатар мына ішіндегі су, яғни сұйықты құрайтын молекулалар бар. Егер мынау сұйықтың бөлшектерінің, яғни мына бөлшектердің бір-бірін тарту күші мына жердегі сұйықтың қабырғасындағы бөлшектің сұйықтың молекуласын тарту күшінен аз болатын болса, онда яғни сұйықтың шеткі қабаты мына жерге не істейді екен? Яғни жұғады. Ол кезде жұғады. Яғни бұндай сұйықты біз жұғатын сұйықтық деп атаймыз. Ал сынапта қалай? Сынап бізде сұйық түрдегі металл, яғни оның жаңағы молекулалардың арасындағы тартылыс күш, мынау оның шетіндегі ыдыстың қабырғасы мен сынаптың молекуласының тарту күшіне қарағанда, мына ішіндегі, яғни қарасақ, мысалы мына сынаптың 2 молекуласы деп ойша алсақ, енді мына екеуінің арасында бір-бірін тартып тұрған күш, мына ыдыстың қабырғасындағы ыдыс молекуласы мен мына сынаптың молекуласының арасындағы тартылыс күштен үлкен деген сөз. Сондықтан сынап өзінің көлемін барынша не істеуге тырысады? Жинақтауға тырысады. Яғни бұндай сұйықтықты біз жұқпайтын сұйықтық дейді. Яғни мынау жұқпайтын сұйықтық. Бұл бізде сынап болды, Енді бізде шектік бұрыш деген ұғым бар. Шектік бұрыш дегеніміз жаңағы мынау қалыптасқан ойыстың немесе дөңестің жанамасы мен ыдыстың қабырғасының арасындағы бұрыш бізде шектік бұрыш деп аталады. Қарап тұрсаңыздар, мысалға жұғатын сұйықтықтарда шектік бұрыш бұл сүйір бұрыш болады, 90 градустан кішкентай. Ал жұқпайтын сұйықтарда шектік бұрыш 90 градустан үлкен, яғни доғал бұрыш болады екен. Енді осыған байланысты біз капиллярлық құбылыстар деген ұғыммен танысайық. Яғни белгілі бір сұйықтықтың ішіне қандайда бір диаметрі өте кішкентай түтікшені салатын болсақ, яғни біз оны капилляр деп атаймыз, осындай жіңішке түтікшені салатын болсақ, оның бойымен жаңағы сұйықтың беттік керілу күші, мына жерде көтерілген, ішіне көтерілген, яғни сұйықтың ауырлық күшіне теңескенге дейін мына түтікшенің ішімен сұйықтық белгілі бір мөлшерге дейін не істейді екен? Биіктікке көтеріледі екен. Яғни бұндай құбылыстарды біз капиллярлық құбылыстар деп атаймыз. Енді оның қандай биіктікке көтерілетінін қалай есептейміз? Ол үшін мына формуланы біз ашып жазайық. FK жаңа белгілегеніміздей, ол неге тең? Мына жерде сигма мен L-дің көбейтіндісі, Сигма мен L-дің көбейтіндісі. Ал мына жердегі ауырлық күшіміз, яғни жаңа айттық қой, беттік керілу күшімен жаңа мына сұйықтың түтікшенің бойымен жоғары көтерілді ғой, сол жердегі көтерілген сұйықтыңға әсер етіп тұрған ауырлық күші теңелгенше мынау белгілі биіктікке дейін көтеріледі, теңелген мезетте тоқтайды. Яғни теңестірдік. Яғни мынау сұйықтың ішіндегі, яғни түтіктің ішіндегі сұйықтың массасы мен ауырлық күші деуін көбейткенге тең. Енді М-ді ары қарай ашып жазатын болсақ, М дегеніміз тығыздық пен көлемнің көбейтіндісі. Ал енді көлемді ары қарай ашып жазатын болсақ, бұл жерде бізде түтікшеміз цилиндр тәрізді ғой. Ол неге тең? Яғни ро көлеміміз бізде S көбейтілген неге тең? H-қа тең, Яғни мына цилиндр тәрізді түтікшеміздің мына табан ауданымен жаңағы сұйық қанша биіктікке көтерілді. Яғни осы екеуін көбейтсек, бізде мына көлемді тауып аламыз деген сөз. Енді орнына қояйық. Яғни
сигма көбейтілген L тең болады ро S көбейтілген не? H-қа тең. Енді осы жерде қарасақ есіміз шеңбер тәрізді, Ал мына жерде L дегеніміз демек шеңбердің периметрі деген сөз. Ал мынау шеңбердің несі? Ауданы деген сөз, Енді осыны ашып жазайық. Яғни шеңбердің периметрі болса, ол неге тең? 2π r-ға тең. Ал роны қойып қояйық. Шеңбердің ауданы болса, ол неге тең? π r квадрат көбейтілген не? H-қа тең. Осы жерде π мен π-міз не істейді? Қысқарады. R-дің квадратының біреуімен R қысқарады. Сонда бізде қандай өрнек қалады? Яғни 2 сигма тең ро R көбейтілген не? H. Енді біз мына R-ді диаметр бойынша өрнектеп алсақ, сонда 2 сигма тең ро, яғни мына R-дің орнына диаметр қоятын болсақ, D бөлінген не болады? 2 болады, көбейтілген не? H. Енді осы жерден біз H-ты тауып алайық. Яғни біз жаңа қандай биіктікке көтерілетінін есептегіміз келген еді ғой. Соны табатын болсақ, 2 мен 2-ні көбейтсек 4 сигма болады. Ал енді мына жерде ро мен нені көбейтіндісі қалды? D-ның көбейтіндісі қалды. Ро көбейтілген D. Яғни капиллярлық құбылыстарда мынау түтікшенің бойымен сұйықтың қанша биіктікке көтерілетінін анықтау үшін біз осы формуланы қолданады екенбіз. Ол үшін яғни сұйықтың беттік керілу коэффициенті керек, оны кестеден көре аламыз. Мысалы су үшін қандай, май үшін қандай деген сияқты. Ары қарай мысалға ро тығыздығы керек. Сонымен қатар жаңа капиллярлық түтікшеміздің несі керек екен? Диаметр керек екен. Сондай жағдайда біз ол сұйықтықтың көтерілген биіктігін анықтай алады екенбіз. Балалар, бүгінгі тақырыпта біз сіздермен, яғни өткен тақырыптағы сұйықтың беттік қабатының қасиеттерін ары қарай жалғастырдық. Бұл жерде жаңа біз өткен тақырыпта сигманы біз күштік сипаттамасы деп қарастырсақ, бүгін сонымен қатар сигманы жаңа бірлік ауданды кішірейту үшін беттік керілу күшінің жасаған жұмысы ретінде де анықтауға болатынын талқыладық. Сонымен қатар біз жұғатын және жұқпайтын сұйықтардың қандай қасиеттері бар екенін қарастырдық. Сонымен қатар капиллярлық құбылыстарда жаңағы түтікшенің бойымен көтерілген сұйықтың қандай биіктікке көтерілетінін қалай есептейміз, сол формуланы анықтадық. Балалар, сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Қандай да бір түсініксіз жері болса, осы видеоның астына пікір қалдырыңыздар. Мен сіздерге жауап беретін боламын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.